Осыдан бір ай бұрын 11 миллион тұрғыны бар Қытайдың орталық бөлігіндегі Ухань қаласында белгісіз вирус табылған. 20 қаңтарда таңертең қаланың басым бөлігінде қоғамдық көлік тоқтап, адамдар шаһардан кетпеуге бұйрық жетті. Бейсенбі күні көрші Хуанген қаласы да жабылды. Мұнда шамамен 7 миллион адам тұрады. Кеше Сяньнин қаласына да карантин енгізілді. Қазіргі уақытта бұл жерде қоғамдық көліктердің қозғалысы тоқтатылған. Бұдан бөлек Чиби, Эчжоу және Хуанганда автобустар жүрмейді. Вирустың таралуына байланысты Пекинде қытайлық жаңа жылды тойлау шарасы шегерілді. Денсаулық сақтау саласының өкілдері вирус бұдан да тез таралып кетуі мүмкін деп қауіптенеді. Жаңа жыл қарсаңында және мереке күні жүздеген қытайлық елінен тыс жерге саяхаттауды жоспарлап отыр. Вирус ақш, Таиланд, Жапония, Оңтүстік Корея, Сауд Арабиясы, Вьетнам, Сингапурде тіркелген соң, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да дабыл қақты. Уханьда коронавирус жұқтырған адамдар үшін уақытша аурухананың құрылысы басталды. Мыңдаған емделушілерді қабылдай алатын емхана құрылысы 10 күнде аяқталады. Нысан 3 ақпанда пайдалануға беріледі. Жабық қалада қалып қойғандар арасында қазақстандықтар да бар. Сыртқы істер министрлігінің дерегінше Уханьда 210 қазақ студенті тіркелген. Бас санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшин арнайы брифинг өткізіп, халықты мазалап отырған сұрақтарға жауап берді. Жаңа коронавирустың тасымалдаушылары жануарлар дейді Бекшин. Вирус Ухань қаласындағы көтерме сауда орталығындағы теңіз өнімдерінен немесе базарға келушілерден таралған. Кейбір ақпарат құралдарының жазуынша, базар қаңтардың 1-інде жабылғанға дейін онда теңіз өнімдері ғана емес, жарғанат, тауық, қоян мен жылан заңсыз саудаланып келген. Қаңтардың 22-сі күні медициналық вирусология журналында зерттеу жариялаған ғалымдар вирустың жыланнан тарағанын жазды. Осыған дейін вирустың бір артықшылығы ол адамнан адамға жұқпайды делінген. Өкпені қабындыратын вирусты зерттеген мамандар алдымен оның осы жағына назар аударған. Бірақ жағдай әлде қайда күрделі екен. Бекшин қазақстандықтарға маңызды себеп болмаса, Қытайға барудың қажеті жоқ дейді. Біздің ең біріншіден айтатынымыз, себеп болмаса, осы жолға шығуды шектеу керек. Егер біздің азаматтарымыз Қытайға барған кезде, біз тіпті міндетті түрде Хубэй провинциясына және Ухань қаласына бармауды ұсынамыз. Осындай біздің ұсыныстарымыз. Қазіргі таңда көріп жатсыздар, міне біздің көптеген жолаушыларымыз өздерінің жолға шығатын жоспарларымыз өзгеріп жатыр. Көбі билеттерін қайтарып жатыр. Ол өте дұрыс. Оған қарсы қазір әрине қарсылық жоқ, бірақ ол дұрыс шешім деп айтуға болады. Қытайда оқитын қазақстандық студенттер биліктен өздерін эвакуациялауды сұрайды. Аружан Бегманова есімді қазақ қызы Инстаграмда жүрек тербелентер жазба қалдырды. Бірінші рет Қытайға баруым, жалпы шетелге шығуым осындай қайғылы жайтпен ұласады деп кім ойлаған? Мен Қытайға білім іздеп келдім. Ал мұнда 17 адам эпидемиядан қайтыс болған, және одан да көбі ауруды жұқтырып алған. Мен сияқты қазақстандық студенттер Уханьда қамалып қалдық. Статистика бойынша мұнда 87 отандасым бар. Маған одан да көп сияқты көрінеді. Біз Қазақстанға оралғымыз келеді, бірақ әуежайлар, теміржол станциялары бәрі жабық. Қоғамдық көліктер жүрмейді, бізді шығармай ұстап отыр. Күтіңдер дейді, 3 күн бұрын елшілік біз жайлы ақпарат сұрастырды. Барлығын жинап бердік, бірақ қазақстандық студенттерін қорғау бойынша ешқандай іс атқарылмады. Автобустар бізді алып кетеді деп тосып қана жүрміз. Ел билігі дым жасап жатқан жоқ, елшілік үнсіз. Амал жоқ, жатақханадан шықпай отырмыз. Далаға шығуға қатты қорқамыз. Жұрттың сөзінше, ауруханаларда бос орын қалмапты. Ол жаққа жақындаудың өзі қауіпті, себебі вирусты жұқтырып алуға болады. Керек азық-түліктің барлығын алдын ала сатып алып қойдық. Бірақ оларда таусылады емес пе? Дүкендердің бәрі жабық. Азық-түлік сөрелері бос көрінеді. Бетперделер де қалмады. Уханьды түнек басты, айнала тұман, қорқынышты. Мен үйімді сағындым. Отбасым алаңдап отыр. Мен сияқтылардың мұнда қарасы көп. Үкіметке бәрібір сияқты ма? Біз Қазақстанға қайтуды қалаймыз. Келесі семестрге жазылу 3 наурызға дейін созылды. Оған дейін эпидемия тоқтайды деп айту қиын. Басты сұрақ, қалай күн көреміз, қайдан тамақ аламыз, жай ғана көшеге қалай шығамыз? Есіміз барда елді табуға мүмкіндік беріңіздерші.
Қазақстандық студенттер үйге қайтуы тиіс. Үкімет үндемей отыра бере ме? Не күтеді? Әлде бірнеше жасау үшін міндетті түрде біреуміз хал үстіне түсуіміз қажет пе? Жоқ, қазір құтқарылуымыз керек. Әйтпесе бізге де вирус шығады. Сосын бәрі кеш. Биліктен шұғыл көмек сұраймыз. Тағдыр тәлкегіне салып қоймауды өтінеміз. Кейбірі бізді елімізге оралу қауіпті істейді. Себебі туған туыстарымызды жұқтырасыңдар деп айыптайды. Бірақ біз әлі саумыз ғой. Біз вирус жұқтырмадық. Сенбесеңдер, тексеріңіздер.